Елордада өткен Нұр Отан партиясының кезекті 18-ші съезіне өңірден 53 адамнан тұратын делегация қатысты. Еліміздегі ең ірі саяси ұйымның құрылғанына 20 жыл толуына орай ұйымдастырылған кезекті съез партияның бақуатты қоғам 10 жылдықтың 10 мақсат атты жаңа бағдарламаның қабылдануымен айшықталды. Елорда төрінде өткен Нұр Отан партиясының кезекті 18-ші съезіне еліміздің жер-жердегі өкілдері түгел жиналды. Жетекші партия 20 жылдың ішінде ауыз толтырып айтарлық жетістіктерге қол жеткізді. Халықтың сенімін ақтап, әл-ауқатын арттыруға бағытталған ауқымды жобаларды жүзеге асырды. Мемлекет басшысының төрағалығымен өткен жиында партияның 2030 жылға дейінгі бағдарламасы таныстырылды. Қазір мемлекеттен атаулы әлеуметтік көмекті 111 мыңнан аса отбасы алады. Президент үкіметке атаулы көмек көрсету өлшемдерін ең төменгі күнкөріс шегінен 70%-ға дейін арттыруды тапсырды. Ал әкімдер өңірлік мүмкіндіктерді ескере отырып, көмекке мұқтаж жанұяларды жұмыспен қамтып, қолдау шараларын жергілікті бюджет есебінен күшейтуі керек деді. Облыстық және аудандық маңыздағы автожолдардың жайы да елбасы назарынан тыс қалмады. Жолдарды жөндеуге қосымша 350 миллиард теңге бөлінбек. Жақсы болды съез. Көптеген мәселе айтылды. Халықтың көңілінен шығады. Бізге де шапағаты тиетін шығар, әсіресе жолдар салынатын болды. Көп балалы аналарға жағдай жасалады деді. Әрине, аз шығар, көп шығар дегенменен бір қадым болса да алға бас батырған жағдайды көріп келе жатқан жайым бар. Мне очень понравилось, чтобы было решено вопрос. Маған ең ұнағаны мемлекет басшысы халықты алаңдатқан түйінді мәселелерді дөп басып айтты. Шешу жолдарын да көрсетті. Ол үшін бюджеттен, ұлттық қордан қаржы бөлінетін болды. Мен 17 жылдан бері осы саяси ұйымның мүшесімін. Президент тапсырмасының іс жүзінде орындалуы партия бақылауында болады.